Всем привет! Бұл Лаура Леспек. Менің умрадан келген инсайттарым екінші бөлім. Бірінші бөлім сіздерге сондай қатты ұнап, сондай үлкен сіздер жақтан кері байланысқа ие болғанына мен шынымды айтамын, мен шокпын. Себебі бұл импульста келген дүниеді. Импульста мен осылай бөлсем күшті дедім да, ешқандай артық ойсыз, дайындалмай, жай ғана өйстіп камераны қоя салдым да, бірде-бір арасындағы моментті қырқып, монтажды жасамай, осылай импульста бөліскен инсайттарым сіздерге өте қатты өтті. Және де екінші бөлім уже точно болу керек деген шешімді внутренне қабылдадым. Себебі бұл маған адамдар дәл қазір осы энергияға, осы түсініктерге зәру, біз оларға осыны беруіміз керек деген төбеден келген знак деп қабылдадым. Сондықтан екінші бөлім болады дәл осы видеода. Себебі бірінші видеоның өзінде мен өте қатты біраз дүниенің, айтатын дүниенің көп екенін сездім да. Бірақ уақыт озып бара жатқаннан кейін, сосын 27-ші минутта мен тоқтатуға тура келді. Көрген адамдар прям анау не деген багаж знания деп жатыр ғой. Сондықтан мен қуаныштымын. Егер сіздердің жандарыңыз, тәндеріңіз, рухтарыңыз осы бір білімге қазір мұқтаж болса, Аллах тағала мен арқылы сіздерге осы бір энергияны таратып жатыр деп білемін. Бисмиллах деп екінші бөлімді бастайық. Предыстория: мен 10 күн бұрын кіші қажылық умра сапарында Мекке, Медина қалаларында болып келдім. Өте күшті компашкамен, елімізге танымал адамдармен, сол кісілермен келген поездкада маған келген инсайттармен, өзім үшін қабылдаған шешімдермен мен осы видеоларда бөлісемін. Кеттік. Мен үшін ең үлкен болған инсайттардың бірі, ол мен ең ауыр күнәнің не екенін на уровне тела сезіндім. Ең ауыр күнә ол көре алмаушылық екен. Сенесіздер ме? Неге? Себебі сол көре алмаушылықтың артынан бүкіл ауыр күнәлар басталады екен. Себебі көре алмаған адам жай ғана көре алмаушылықты сезініп қоя салмайды. Ол сол көре алмаушылықтан сосын неше түрлі әрекеттерге барады. И күнәнің ауыры солай қарай жоғары қарай кете береді екен. Біз вроде бы невинное чувство ғой, мысалға, аласында біреудің бірдеңе ұнамай қалды, или анада неге көп, неге менде аз деген секілді, сенде уже внутренне сондай сезім пайда болған кезде сен түсіну керек екенсің да, сен мына әлемдерді жаратқан жаратушының есебіне бір өзгеріс енгізгің келеді да, оның есебін дұрыс емес көрмей отырсың. Вот анада ризық почему-то көп, неге маған сол ризық келмей жатыр деп, сен бір адамға келген ризыққа қызығасың, қызғанасың, и ол ризықты қабылдай алмайсың, и мойындамайсың да. Міне осы жерден сосын неше түрлі ауыр күнәлар кетеді екен. И мен өзіме шешім қабылдадым, алдағы уақытта мен ондай сезімдер сезінемін. Неге? Себебі мен кіммін? Мен құлмын, мен пендемін. Мен ондай сезімдерді сезінуге, менің функционалыма сондай сезімдер сезінеді деген о баста программа салынған ғой. Бірақ ары қарай менің таңдауым сол сезімдерді өршіту, сол сезімдермен өмір бойы өмір сүру, өмір бойы біреудің ризығын қызғанып өту, немесе сол сезімдермен жұмыс жасау, өзімнің суперсилама қарау, и Құдайдың маған беріп жатқан мүмкіндіктерін көру дегенді таңдау, ол ары қарайғы біздің өзіміздің осознанный таңдауымызға байланысты екен. Мен мысалға солай біреудің ризығын қызғанған кезде, енді біреуді ұнатпайтын кезде, мен сразу өзімде всегда наблюдать етіп жүремін деген шешімге келдім. Наблюдение, яғни өзіңде сондай сезімнің болып жатқанын байқайсың ба, мен бірден өзімді тәубеге алып келем дедім. Яғни көре алмаушылықты тәубе арқылы басамын дедім. Тәубе ол қалай? Аллахым, шынайы мойындаймын, мен қазір мына адам мені бесит. Мына адам қазір оның жетіп жатқан результаттары, айтып жатқан сөздері мені бесит. Мойындаймын. И ол сезім жайдан-жай внутренне пайда болмайды да. Бізде сондай потенциал бар, біз сол потенциалды ашпай жүрміз. Ол адам өзіне сол нәрсеге рұқсат беріп жатыр да. Біз өзімізге сол нәрсеге рұқсат бермегеннен кейін біз ананың жасап жүрген нәрсесіне қызығамыз, қызғанамыз да. И осы нәрселерді ең бірінші шынайы мойындап, жаратушыға кешіріммен бар, Құдайым, мен қай жерде нені көрмей жатырмын, маған көрсетші деген Құдайдан мен көмек сұраймын. И үшінші қадам, мен сол көре алмаған адамымның шынайы тілеулесі болуға тырысамын. Басында сразу не болмайды, сен шынайы тілеулес болып кете алмайсың. Ішіңді бүйтіп, кошкаларың бүйтіп талап жатқан кезде, сен ол адамға шынайы, жаным, бәрі сенде жақсы болсын дей алмайсың. Бірақ мен соны жасаймын дедім.
мен соған жай өзіме келуге мұрша берем. Бірден от души дұға жасамасам да, мен жайлап сол адамға қарай өзім әрекет жасаймын дедім. Өзім бірінші қадам жасап, сөйлесе алатын болсам, адам болса, мен оған сөйлесем, мен оған жақсылық тілеймін, мен оған жақсы қабақ танытамын, мен оған деген ниетімді дұрыстап бастаймын іштей. Одан кейін ол адамның артынан дұға тілеймін. Ода бәрі жақсы болсыншы. Аллахым оның сұраған тілектерін қолын құр қайтармашы деп мен ол адам үшін дұға тілеймін деген шешімге келдім. Қазір сол әрекеттерімді біртіндеп жасап жатырмын. Главный инсайт осы көре алмаушылық деген дүниеден өзіңді байқап отыру, дер кезінде ұстап отыру, улавливать етіп отыру өте маңызды өзіңмен жұмыстың бір бөлігі екен. Келесі инсайт ол осы жерде екінші тағдырға сену. Бұл бағанағыдан былай отталкиваться етіп шығады да. Қалай? Біз ойлаймыз, мысалы, мені всегда тағдыр темасы тоже қызықтыратын. Былай әртүрлі көзқарасы бар дүниелер ғой. Менің қазіргі мынау инсайт айтып жатқан осы видеоларында мен ешқалай үгіттемеймін. Мен діни білімі бар адам емеспін. Мен өзімнің ойымды, өзімнің дінге байланысты көзқарасымды, өзімнің осы өмірлік жолымды және де менің өмірімде болып жатқан түсініктерді бөлісудемін. Я никак не навязываю свои мысли. Если кому-то откликается, мен қуаныштымын. Не откликается, оны да қабылдаймын. Сондықтан да бұл менің айтып жатқан дүниелеріме, ұстаздың сөзі секілді сену сенбеу, ол сіздердің таңдауларыңыз, сенбесеңіз де болады, себебі мен ұстаз емеспін. Тек мына тағдырға байланысты мынандай ой туындады менде. Қалай сонда тағдыр о бастан жазылып қоятын болса, біздің сонда күнделікті бізге қандай таңдау жасау керек? Біз тағдырды өзгерте аламыз ғой, сенің әрекетіңе қарай Аллах тағала берекетін береді ғой деп мен көп ойланатын. Қалай сонда тағдыр о бастан жазылады деген секілді. Мен өзіме мынандай жауап алдым. Тағдыр деген ол андай әлемнің деңгейінде біз не қылып аламыз да, елестетіп аламыз да, туылғаннан өлгенге дейін каждый строка жазылған деп бір үлкен масштабта елестетеміз да. Ал тағдырға илану деген дүние мынадан бастау алады екен. Мысалға, кеше мен бір адаммен кездесуім керек болды. Бірақ ол адаммен біз кездесе алмай қалдық. Ол адам ұйықтап қалды ол кездесуге. Мен сосын, біз кеше ол адаммен кездесуіміз керек еді. Әттеген-ай біз кездеспедік. Әттеген-ай біз ана моментті талқыламадық деп мен егер бүгін сол әттеген-ай мен кешегі күндегі болған нәрсеге әттеген-ай деп бүгін де отырсам, мен уже тағдырыма не істеп отырмын? Иланбай отырмын. Мен уже недовольнымын. Себебі кеше мен қалағандай, менің планымдай болу керек еді ғой. Но Құдай так захотел, жаратушы кеше біздің ол встречамыздың өтуіне бөгет қойды. Мен соны қабылдамай отырмын да, ұнатпай. Әттеген-ай, анау адам кінәлі, мынау кінәлі деген секілді. Міне тағдырға иланбау осы нәрседен бастау алады екен. Қарапайым кішкентай осындай дүниелерден. Кешегі сіздің күйеуіңіздің сізге гүл әкелмеуі, например, сіз дейсіз, тоже тағдырға иланбау. Кеше, мысалға мен кеше ғана кімге Тимурға айтып жатырмын, екеуміздің арамызда бір диалог болып қалды да, жұмыстан келгеннен кейін ол, мен осылай нені қоя алмадым деді да, пациенттің тісіне винир қою керек еді. Винирі технигі обточка жасап жатқан кезде сындырып қойыпты. Сосын ол, әттеген-ай, кеше қоятын едім, қоя алмадым, мен ертең қоям деді да. Мен жан, смотри, кеше болды осы нәрсе, сен бүгін әттеген-ай деп отырсың. Но кеше ол техник жайдан жай оны сындырып алған жоқ қой. Значит, кеше қою қайырсыз болды. Аллах тағала кеше сенің қойғаныңды қаламады. Сен бүгін соны қабылдамай отырсың дегенде он такой, да, точно деді да. И осындай маленький детальдардан біз байқауымызға болады. Міне тағдырға иланбау деген нәрсе неден бастау алатыны. Егер біз күнделікті сондай бір әттеген-аймен өмір сүрсек, әртүрлі өміріміздің сферасында неге былай болмады, неге солай болмады, былай жасағанда былай болатын еді, кеше ертерек тұру керек еді деп, біз иланбай тұрмыз тағдырымызға. Смекаете? Ал тағдырға сенбеген адам ол діннен шығып кетуі де мүмкін деп айтады. Енді одан кейінгі келесі үшінші маңызды инсайт, ол мен шынайы өзімнің бет-бейнеммен кездестім деп айтам осы сапарда. Себебі біз андаймыз ғой, біз өзіміз жайлы бір представлениеміз бар.
ол представлениені кішкентай кезден бастап ата-анамыз, айналамыз бізге салып келе жатыр. Если бізге күнделікті кішкентай кезімізден бастап ты достойна лучшего десе, біз өскен кезде я достойна лучшего деп өсеміз. Біз соған сенеміз просто, потому что біздің миымызды, психикамызды сол немен программировать етіп тастайды сеніммен. То же самое, мысалға, егер маған күнделікті кішкентай кезде ата-анам, блин, Лаура осындай удачливый қызым менің, Лаура жүрген жерде гүл өсіп кете береді дейтін болса, мен өзім удачливый екеніме психикам 100% сондай сенімді болып өседі да. И то же самое біздің өзіміз туралы әртүрлі осындай көзқарасымыз бар. Біреу өзін тым пунктуальный ойлайды. Потому что ол сол нәрсеге кішкентай кезден сендіріп тастады оны. Ол кішкентай кезден өзі сол нәрсені сендірді деген секілді. Психикасы соны біледі. И то же самое, мысалға, екі крайность бар. Біз ойлаймыз, либо мен жақсы мамамын, например, да, мама деп айтатын болсақ, мен өзіме ана болғаннан кейін осы темалар қазір маған откликается. И ойлаймыз, мен жақсы анамын. Или же біз сразу екінші крайностьқа кетеміз да. Мысалға, баламызға көңіл бөлмей жатса, қатты жұмыс жасап кетсек, запустарға кіріп кетсек, мен жаман адаммын дейміз. Біз екі жақтың крайностьінде жүреміз, короче. Либо біз жақсымыз, либо біз жаманбыз. Біздің психикамыз бізді только солай қабылдайды. Ал енді мен сіздерге мына нәрсені айтқым келеді. Настолько ты хорошая мать, это означает то, что ты можешь быть настолько плохой матерью. И сіздің өзіңіздің внутренний, мысалға, программаңыз болса, мен онша емес анамын деп, то сіз түсінуіңіз керек. Насколько вы плохая мать, настолько вы можете быть лучшей. Смекаете? Типа, кез келген нәрседе, мен мысалға, андай болады, мен щедрымын. Адам сол өзінің щедрый екеніне бір адамдар сенеді да. Мен щедрымын, мен қолымда ештеңе тұрған жоқ, мен барлық нәрсемді аламын да бере аламын дейді да. И бұл жерде тоже. Насколько ты можешь быть щедрой, это означает, настолько ты можешь быть жадной. Если сен қатты чистоплотный болсаң, насколько ты чистоплотная, это означает то, что ты настолько можешь быть грязной, сен салақ бола аласың. Андай да, адам өзінің күшті екеніне қаншалықты уверен, значит, ол ең қатты жаман нәрсеге де способен. Мысалға, неге бізді раздражать етеді басқа адамдардағы бүрді түйелер? Мысалға, бір адамның салақтығы бізді қатты раздражать етеді, например, киімдерін тастап кететіні мысалға. Неге раздражать етеді? Себебі бізде сондай бола аламыз. Түсінесіздер ме? В какой-то веткой вероятности біз сондай бола аламыз өміріміздің бір кезеңдерінде. Ол шындық, мен де сондаймын. Мысалға, менің, например, бір адамның салақтығы сізді қатты жыныңызға тиеді делік, бір өміріңіздің кезеңінде сіз де сондай бола аласыз. Типа ол екі крайность да. Сіз өзіңіз қаншалықты жаман нәрсеге, өзіңіз жайлы убежденияларыңыз, психикаңыз жаман нәрсеге уверен болса, енді өзіңізді осы мысльмен құтқарыңыз деп айтқым келеді. Сіз қатты өзіңізді нашар ана сезінсеңіз, сіз қатты тым жақсы ана да бола аласыз деген сөз да ол. И осы кездегі маңызды момент, біз всегда түсінуіміз керек, менің өзім жайлы представлением қандай. И сол представлениені жақсы жаққа қарай өзгертуге тырысуымыз керек. Себебі біз қалай өзімізді программировать ете береміз, мен удачливыймын деп, сол удачливыйлығыңызға психикаңыз сенсе, сіз реально удачливый боласыз. Түсінікті ме? Одан кейін маңызды баю үшін осы техниканы жасау керек екен, я уже проверяла. Мен қазір мынаны сіздерге қуана бөлісетін боламын. Мен қазір қанша 8, біз 20-сы келдік, бүгін 28-і, 8 күн өтті менің неден келгеніме, умрадан, точно я. 8 күннің ішінде осы техниканы пайдаланудың арқасында менің өмірімде ақша маған былай келе бастады. Бөлсем қазір. Ең бірінші, Аллах тағаланың өте әдемі байлыққа байланысты есімдері бар. Әл-Уахаб, Әл-Латиф, Әл-Ғани деген, беруші, бай, аса бай деген. Осы есімдеріне өте қатты сену керек. Және дұға жасайтын кезде осы есімдерін қайта-қайта айта отырып, осы есімдерге өте қатты сеніп, өзіңіздің қалайтын суммаңызды сұрайсыз. Сумма дегенде мен сумма сұраған жоқпын. Неге? Себебі маған қанша түссе де, маған өте қатты қазір көптің сумма ақша керек болды. Себебі мен қазір өте үлкен проект жасап жатырмын, и бізге уже миллионами ол жаққа вкладывать ету керек. А мен ата-анама үй алып беріп тастадым, и менде қазір накопление аз. И сонымен мен
қатты сендім да, внутренне мен осы дұғамның еще қабыл болатынына да сендім. Менде прям ақша аз болып тұр, но маған ертесіне өте үлкен крупный сумма керек. Сол кезде мен жаратушының осы әл-уаххаб, әл-ғани, әл-латиф есімдерін қайта ішімнен айтып, жаратушым, мен күткен, мен күтпеген жерден маған қазір хайырлы етіп, менің ризығымды беріп қойшы. Мен қазір соған мұқтажбын деп мен прям тіледім қатты. И как вы думаете, мен қанша уақыттан бері күтпей жүрген жерімнен, жоқ, бұның алдында бір қызық момент айтайыншы, дедім да, и мен садақа бердім. И бір адамға мен еңбек ақысын беруім керек еді. Мен контент менеджерім ақысын беруім керек еді. И алдымда соңғы ақшам тұр өзімнің, соны алдымда контент менеджеріме салып жібердім. Себебі ол оның ақысы. И плюс кішігірім садақа бердім. И как вы думаете, какая магия произошла? Маған сол минутта мен қанша уақыттан бері күтпеген крупный сумма ақша түседі ғой. Магия. Инвест проекттен сонда үлкен ақша түседі. Ертесі тағы да үлкен крупный сумма. Адам менімен бірге, мен наставничествомда жұмыс жасағысы келіп, наставничествома жазылады. Екі үлкен крупный сумма тарс бірінен кейін бір түседі. Я такая, мынау магия. Келесі. Одан кейінгі маңызды инсайт тоже өзіңе байланысты көзқарасқа. Бізде көбінесе біз сырттағы әлемдер адамдардың біз ойын тыңдамаймыз қанша десек те, біз өзге адамдардың ойын өте қатты тыңдаймыз негізі. Біз өзге адамдарға ұнауға тырысамыз, біз жаратушыдан жаратылысқа ұнауға тырысамыз ғой. И мына нәрсені мен өзіме түсінген кезде мен күшті представлением прям кетіп қалды. Мысалға, менің Лаура Леспек дегенде сіздердің бір көзқарастарыңыз бар. Біреуіңіз үшін мен бір деловой әйелмін, біреуіңіз үшін мен өте энергичный адаммын, біреуіңіз үшін мен там сөйлей қалған адаммын да. Ол, как вы думаете, ол ақиқат па? Ол сіздің пікіріңіз ба? Сөйлей қалған адаммын. Бұл ақиқат па, сіздің пікіріңіз ба? Ол адамдардың пікірі. Ақиқаты, мен Лаура Леспекпін, мен адаммын, мен құлмын, мен пендемін. Келесі инсайт. Жалпы өміріміздің, әрқайсымыздың өмірімізде неше түрлі ситуациялар болады ғой, біздің жүрегімізге тревога алып келетін, сондай ситуацияларда қалай жүректі тыныштандыру керек екенін бөлісейін ба? Менің өзім осы техниканы естіген кезде, мынау шын мәнінде күшті жүректерді емдейтін техника екен дедім. Мысалға, біз бір нәрсеге қатты риза емеспіз, біздің көңілімізді түсіреді, мысалға, не знаю, қандай мысал алсақ болады. Мысалға, например, алдында мен қатты жұмыс жасайтын кезде менің қызым ауырып қалды. И мен сол кезде көңіл күйім түседі ғой енді, потому что менің бүкіл планымның бәрі минусқа кетеді, уже бүкіл фокусымды қызыма қоюым керек, үйден шықпау керек, а бала ауырған кезде бала мазасыз болып кетеді, вроде бы ситуация неприятная, да? И осы кезде енді осы ситуацияның 10 плюсын табу керек екен внутренне. Ол ситуацияда плюс болмау мүмкін емес. Көп адамдар ойлайды, проблемада плюс жоқ деп. Бірақ сол проблемада, даже ауруда да плюс бар. Потому что плюсы, мысалға, менің күйеуім негізі көбінесе жұмыста, ол стоматологқа кешке дейін. И кешке ғана всегда Риананы көретін. Но бірақ Риана ауырып қалған кезде күйеуім жұмысынан сұранып, біз 3 күн бойы бірге қарадық. Это же тоже плюс, біз бірге балаға азаннан кешке дейін көңіл бөліп жатырмыз да. Екінші плюс, біз екеуміз енді балаға бірге қарап атқаннан кейін в большей степени сөйлесеміз, екеуміз жеке уақытты да көп өткізіп жатырмыз. Екінші плюс. Үшінші плюс, маған өзіммен өзім қалуыма, кішкене заземлиться етуіме, біраз нәрселерді ойлануыма мүмкіндік берілді. Мен анау сразу жұмыс аптасына кіріп, бүйтіп, деловой болып кеткен жоқпын да. Миым неше түрлі мың жұмыс процесімен толып кеткен жоқ. Төртінші плюс, біз үйдің тамағын жеп бастадық. Үйде күйеуім қызыма қарап тұрады, мен тамақ жасаймын, тоже плюс аураға мыңда. Одан кейінгі плюсы, біз оның анализдерін тапсырдық. Полный там денесіне чекап жасап алдық да. Оның алдында мысалға ауырмай тұрса, мы даже не знаем, біз ну ладно, все хорошо деп оны тапсырмауымыз да мүмкін еді деген секілді, осылай списокпен прям плюстарын іздейсіз.
сенесіз, прям отырып каждый моментті таппай отырсаңыз да онда плюс бар іздейсіз. И осылай 10 плюс 10 затосын тапқанда, зато біз бірге болдық, зато мынандай, зато мынандай, зато деп көп жазған кезде сосын сіздің жүрегіңіз өзі автоматом тыныштала бастайды. Вот проверьте, вот это вот өте күшті, маған да өзіме көмектеседі. Келесі инсайт, мен заметкеге прям түртіп алғам ғой. Алланы біз көбінесе тек қазақ тілінде ғана осы күнге дейін представлять етіп келдік. Бізде қазақ тілі ол белгілі бір сөз тіркестерінен, белгілі бір мағыналардан тұрады. И біздің Алламыз тек қазақ тілінде всегда біздің миымызға құйыла берді. Бірақ мен өзім алдында айтқандай, жаратушы шексіз дедім ғой. Ал енді сол шексіздікке қалай шығамыз деген сұрақ сіздерде туындады ма? Мысалға менде туындады. И мен сол сұраққа қалай жауап бердім, жауап алдым, жауап таптым. Ең бірінші маңызды момент, біз өзіміз білмейтін нәрсеге ешқандай үкім шығара алмаймыз, ештеңе айта алмаймыз. Мысалға, хоопонопоно деген сөзді мен сіздерге айттым. Не екенін білесіздер ма? Мне кажется, білмейсіздер. Хоопонопоно деген ол бір исцеление деген мағынаны білдіреді. Сондай бір молитва жасау, сондай исцеляция етілетін бір практикалардың бірі хоопонопоно деп аталады екен. Мен пока сіздердің әлемдеріңізде ондай хоопонопоно деген сөздің ешқандай елестете алмайсыздар да, образы жоқ. Не екенше, не ол хоопонопоно деп отыра бере аламыз. Точно так же, мысалы, мен сіздерге білесіңдер ма, Canva деген телефон шықты десем. Сіз ол Canva деген телефон, ол қандай екен? Сіз білмейсіз оны. Бірақ телефон дегенде сіз сразу көз алдыңызға телефонды елестетесіз да. Ол қандай екен? Оның қанша камерасы бар екен? Сіз оны ешқайсысын айта алмайсыз, көз алдыңызға елестете алмайсыз, білмейсіз да. Ал мен iPhone десем, сразу сіз либо ол iPhone 11 болса 2 камера еске түседі. iPhone 13 Pro Max болса 3 камера еске түседі. iPhone 16 болса тағы бірден еске түседі деген секілді. Сізде білетін нәрсеге байланысты 100% сразу образ пайда болады. То же самое, ал енді менде сұрақ, байлықтың образы қандай сіздің миыңызда? Біздің миымызда тіпті байлықтың образы шектеулі. Біз осы күнге дейін көрген байлық деген ол квартира, үй, машина, джет, яхта, тағы шетел. Все, Геленваген. Осымен шектеледі. И біздің барлығымыздың ұмтылатын байлығымыз осы. Одан артық байлық деген нәрсенің образы жоқ та бізде. Ал енді бәріміз сол байлық деп көріп тұрған машина, джет, мынау нәрсеге ғана ұмтыламыз да. Бірақ жаратушының жаратқан байлығы ол шын мәнінде одан биік не екен? Қалай біз сол масштабқа шыға алады екенбіз? Қалай біз сол шексіздікке жете алады екенбіз? Біз мысалға, менің ойымша, жаратушы күн фаякун сондай кең, ода бәрі бар дедік қой. Бірақ оның бәрі бар екенін біз даже көз алдымызға да елестете алмаймыз да, и дұғамызда да тілей алмаймыз. Біздің тілейтініміз сол айналып келіп 3 бөлмелі квартира, таунхаус, джет деген секілді нәрселер да мысалға. Біз байлықты былай да зерттеп жатырмыз, да, бірақ байлықты жаратқан жаратушы бар да. Біз енді шын мәнінде байлықтың не екенін түсіну үшін кімді зерттеуіміз керек екен? Байлықты жаратқан жаратушыны. Біз жаратушыны таныған сайын, біз шексіздене береді екенбіз, кеңейе береді екенбіз. И менде жаратушыны тануға деген махаббат оянды. Өте қатты махаббат оянды. Знаете, шексіздікке мен осылай жетемін деген өзіме внутренний ответ тауып кеттім. Сіздерге онша емес шығар, не еді өзі дауыс. Себебі менің қасымда мынандай подругам жатыр. Кешірім өтінемін. Ана жақта вообще ни в какой менен басқа ешкімге көнбейді. Мамсик болып атқан периодта только мама нужна, и тетя нужна, и все. Міне осы примерно бүгін екінші бөлім осымен аяқтайық. Қалай сіздерге? Тоже кері байланыстарыңыз күтем. Возможно, космосқа ұсып бара жатса, мынау тоже 3-ші бөлімде түсіріп қалуым мүмкін. Если керек десеңіздер, дайте мне знать.
алған білімдеріңіз, осы менің бөліскен түсініктерім әрқайсыңыздың жүрегіңізден орын табатынына сенімдімін. Барлықтарыңызға рахмет.